жүректе тыныштық жоқ, потому что намаз уақытылы оқылып жатқан жоқ. Біріншіден күнәға батып жатсыз, екіншіден Аллахпен байланыс жоқ. Аллахпен байланыс, өзіңіз намаз оқып жүрген болсаңыз, ең мықты байланыс ол Аллахпен, ол намаз ғой. Намаз адамнан кетті деген сөз, ол адамның жүрегі қап-қара болып кетеді да, түсіндіңіз ба? Дақтар көбейе береді, жүрегінде тыныштық жоқ болады. Намаз оқып жүрген адам намаз оқымай қойған болса, күні күн болмай кетеді. Сосын ол адам күніге де намазын сағынып жүреді, соған жете алмай жүреді. Енді қараңыз, қандай жұмыс істесеңіз де, сізге мысал келтірейін, болған оқиға. Хирург операция істеп жатып, намаздың уақыты келгенде ишарат етіп, ішінен ниет етіп намаз оқиды. Түсініңіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар ғой, намазды отырып оқи алмасыңдар, тұрып оқи алмасыңдар, отырып оқи алмасыңдар, жатып оқи алмасыңдар, көзбен оқыңдар, оқи алмасыңдар, жүрекпен оқыңдар, ишарат оқыңдар дейді. Түсіндіңіз ба? Адам баласына 5 уақыт намаз берілгеннен кейін, біз оқи алатын болғаннан кейін бізге ол парыз етілген. Біз оқи алмайтын болсақ, ол парыз етілмейтін еді. Значит, адам баласы любой жерде, қандай жерде жұмыс істесе де, тек қана шошқа заводта істемесеңіз, Құдай сақтасын, туалеттің ішінде жұмыс істемесеңіз болды. Қалған жерлердің бәрінде бізде намаз оқуға болады. Түсініп қой, адамның өзінің нәпсісін тәрбиелеу өз қолында. Сол үшін жұмыс сылтау болып тұр ғой енді намаз оқуға да. Қандай жерде жүрсеңіз де, намаздың уақыты келді ма, сіз намаз оқуға тырысыңыз, Аллах тағала өзі сынайды. Адам баласы өзі туылғаннан бастап өлгенге дейін сыналады ғой, иә. Сол үшін намазды да біз сыналамыз. Әр 5 уақыт намаз келген сайын, ладно, таң намазы үйден оқып шығасыз. Қалған 4 уақыт намазы немесе ақшам 5-ін ақшам қаза болып жатыр ма, сізде үйге құптанды оқып жатқан шығарсыз деп ойлаймын. Енді қараңыз, намаздың уақыты келді, Аллах тағала сізді специально сынайды. Оқи ма, оқымай ма? Су жоқ болса да суды іздеп көреміз, тырысамыз, 1 тырысамыз, 2 тырысамыз, 3 тырысқан кезде Аллах тағала өзі тауып береді. Енді любой жерде аяқ қол жуатын, бет қол жуатын су болады деп ойлаймын. Болмаса баклажкаға алып аласыз, қазір күн жылытудың да қажеті жоқ. Туалет любой жерде бар, сіз бәрібір нуждаңыз бар, справлять етесіз, дұрыс па? Барып дәрет аласыз, 5 минутта 0,5 баклажкаға сіз дәрет аласыз. Қайда жүрсеңіз де, сумкаңызды сабасаңыз да, сол құрылым косметика болмағыр бір жүреді, керек емес нәрселер, дұрыс па? Сөйтесіз да, одан кейін жаңағындай хадиске сүйенесіз, намаз оқи алмайтын жер болса, ишарат қыласыз, оқи алатын жер болса, даже кардан төсеп оқисыз. Бізде Корея елінде жүрген кезінде, біз қысқаша түсіндіріп айтқанда, помой, кішкентай стеклянный бутылочкалардың ішіне ірің қан больницаларға беріледі. Ол мусордан бізге алып келеді. Оның ішінде бір 20 түрлі банкалар болады. Біз соны сортировать етеміз. Сопаққа, домалаққа, ұзын төртпішін. И сол жерде, представляете, біздің көзіміз ғана ашық болады. Бетімізде маска, қолымыздың барлығына жең ұзын жаңағы перчаткалар, общем, аяғымызда сапоги тіземізге дейін, қыста мәсі, сыртынан ішіне джин носки. Общем, сондай сол жерде Корея суық негізінде, жазы вообще ыстық, жазы ладно, проблема жоқ дәрет алуға. Қыста намаздың уақыты келді ма, біз сол фартугымыздың барлығын шешіп тастап, ізденбей жұмыс еді ол кезде. Қыздарымыздың барлығы бар, 5-6 қыз, 10 шақты қыз болып істейтінбіз. Аллаға шүкір, намазға келмеген қыздар сол жерде келді, барлығымыз бірге намаз оқитынбыз. Бізде ол жерде намаз оқитын жер де жоқтығын барып мынандай бір жерге намазхана істеп қойдық. Кстати, ол әлі тұр екен. Сол жерде мен істегенмін кезінде уақытында, осыдан 5 жыл бұрын деп қояйын да. И сол жерде барып намаз оқитынбыз. Біз сол кезде қыста, мысалы дәрет алатын условия жоқ кезде, біз топырақ алып келіп, мен бір жерден тауып, топырақты мұздай вагонның ішінде, мұздай вагонды білесіздер ғой, қыста қандай болатын, иә, мұздай. Вот сол жерде топырақты алып келіп қойып, бәріміз таямум алып намазымызды оқитынбыз. Намазымыз бар ғой, үйде намаз оқып шығамыз, немесе таң намазын оқып шығамыз, кейде біз 4:30-да ұйықтап боламыз, кейде таң намазын сол жақта оқитын кездер болады. Намазымызды қаза қылмайтынбыз. Мен үйге келіп құптан оқитынмын. Үйге мен сағат таңғы 4:30-дан жұмыс басталып, түнгі 10-ға дейін жұмыс істейтінбіз. мен где-то сол 11 кейде 12-ге дейін зейін болған кезде шаршап, орысша айтқанда на четверых ногах деймін, не 4 аяғымен үйге келетінмін. Бірақ мен бір үйге келе салысымен жаңағы күйеуім, қайын інілерім бізге мен күтіп тамағын дайындап отыратын. Тамақ істемейтінмін мен. Ол жұмыста істеген кезінде. Демалыста істейтінмін. Күйеуім қайын інілермен бірге істеп қоятын. Потому что мен тамақ істеуге шамам келмейтін. Келемін, бірінші очередь 4 аяқтап тұр, көзім жұмылып, шашап, тілім бұралып жатса да мен құптанды оқып алатынмын. Құптанды. Кәдімгідей полный парыз сүннеттерін бірге оқып, одан кейін көзім жұмылып отырып тамақ ішіп отыратын, қайын інілерім шай құйып отыратын маған. Тамағымды беріп, маған прикол ұстап, мен бетіме қарап күліп отыратын. Міне, осылай біз 5 жыл жұмыс істеп келдік. Сонда мен мысалын келтіріп жатырмын ғой, біз сол жерде намазды қаза қылмадық. Түсінесіз ба? Бәріміз қаза қылмай намазымызды оқып шықтық, алхамдулилля. Сол үшін бұл любой намаз оқи алмаймын деген адамға пример деп ойлаймын. Суық жерде, Кореяға барғандар біледі, суы қандай екенін. Сондай жерде сол көрпешемізді төсеп алып, сол намазымызды оқитынбыз, жай намазымызды апарып, тәсбihімізді апарып. Еще сол жерде мен сол Кореяда жүріп Ясин жаттағанмын, Алланың көркем есімін жаттағанмын, 99-ын, Ясин 83 аят. Сондықтан адам істеймін десе, міне, сынайды ғой Аллах тағала, сол сынақтан сіз өтуіңіз керек. Мен істей аламын мен десеңіз, Аллах тағала сізге уақытты да тауып береді. Дәрет алуды да, орынды да тауып береді, намаз оқитын жерді де тауып береді, және де сізге соған қарайласатын адамды да тауып береді. Бізде сол хангук дейміз ғой енді Кореяда. Солар біз намаз оқытқан кезде, сол жұмыс оқытқан кезде бәріміз намаз оқып, кезек-кезек оқитынбыз. Ол намаз оқитын жерге бір 4 адам сияқты. Одан кейін кезек-кезек оқитын, сол біз намаз оқытқан кезде, сол жақтың апалары, жаңағы хангук апаларымыз, Алла разы болсын, иә. Дейтін. Тыныш намаз оқып жатыр, тыныш деп. Айтса олар көп сөйлеп, тасалап жұмыс істейтін адамдар. Біз намаз оқығанша жай жұмыс істеп сөйлемей күтіп
алланың құдіреті ма, қандай жер болса да біз Қазақстанда жүрміз, тем более. Сондықтан осы аудиозапись сіздерге көмектеседі деп ойлаймын мен. Одан кейін мына Құран үйрену кітап жайында сұрапсыз. Иә, өте керемет кітап, 2 кітап бірдей жүреді. Осы астына қазір видеосын жіберемін, суретіне қойып қойдым бетіне. Бұл кітап өте керемет кітап. Тез Құран үйреніп кетесіздер. Тез Құран үйреніп кетесіздер. Мына мешітке бара алмай жүрген, мен оқимын деп әлі жүрген адамдар болса, уақытыңызды бір жарты сағат бөліп, таң намаздан кейін хотя бы бір жарты сағат уақыт бөліп, күніге жазуды, мынау полный жазуды бір үйреніп шықсаңыз, Құранның әріптерінің барлығын жазып, бұл мына кітап біткеннен кейін сіз уже автоматически Құранның әріптерін жазып уже оқи алатын боласыз. Түсінесіз ба? Сондықтан адам істеймін деген десе істейді, қыздар. Сондықтан намазымызды қаза қылмайық. Біз мұсылманбыз, біз ойлаймыз, ертең біздің намазымызды біз жауап береміз, біздің жұмысымыздан бастықтар жауап бермейді, қыздар. Әр адам өзінің күнәсін өзі арқалайды.